Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жүрек анатомиясы және де қан айналым жүйесі. Бүгін біз анатомия курсын бастап жатырмыз, сол үшін каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге түсінікті, артық терминсіз қысқадан нұсқа түсіндіруге тырыссам, сол үшін видеоның соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Қан айналым жүйесі жалпы жүректен және де қан тамырлардан тұрады. Қан тамыр дегеніміз бұл как труба сияқты зат. Бұның ішінде қан ары-бері жүреді. Бізде екі ірі қан тамырдың түрі бар, ол бізде артерия және де вена. Артерия дегеніміз бұл жүректен қанды алып шығатын қан тамыр. Ал вена дегеніміз жүрекке қанды алып келетін қан тамыр. Артерия қан тамырының ішінде оттегі қаныққан қан болады, ал вена қан тамырының ішінде көмірқышқыл газына қаныққан қан болады. Қан бұл адам денесіндегі өте маңызды сұйықтық. Қан арқылы біз қоректенеміз. Ол қалай? Біздің қабылдаған тамағымыз болсын, біздің қабылдаған витаминіміз болсын, дәріміз болсын, бәрі осы қанға сіңеді. Сөйтіп, олар қан тамырлар арқылы тасымалданып, керекті органдарға жеткізіледі. Сөйтіп, сол жерде олар қоректендіреді. Солай бізде қан тамыр тасымалдаушы қызмет атқарады, ал қан бізде қоректендіруші қызмет атқарады. Оның осы функциясына көмектесетін ол жүрек. Яғни жүрек бізде как насос сияқты қанды айдау арқылы керекті жерге қан тамыр арқылы қанымыз жетіп тұратын болады. Ал жүректің анатомиясына келетін болсақ, жүрек бізде 4 камерадан тұрады. Ол сол жақ жүрекше, сол жақ қарынша, оң жақ жүрекше және де оң жақ қарыншадан тұрады. Сол жақ жүрекше мен сол жақ қарыншаның аралығында митральды клапан немесе 2 жармалы қақпақша болады, ал оң жақ жүрекше мен оң жақ қарыншаның арасында 3 жармалы қақпақша немесе трикуспидальды клапан болады. Жүрек бұлшығы 3 қабаттан тұрады. Бұл эндокард ішкі қабаты, ортаңғы қабаты миокард, сыртқы қабаты эпикард. Эпикардтың сыртынан перикард қаптайды, яғни ол жүректі басқа органдармен үйкелуден қорғайтындықтан қорғанышты қабат болып есептеледі. Перикард пенен эпикардтың арасында үйкеліс үшін олардың сұйықтығы болады. Жүрек білесіздер конус тәріздес болады. Енді қан айналым жүйесі. Біз айттық, жүрек как насостық қызмет атқарады дедік, яғни қанды тасымалдауға көмектеседі, қанды айдайды жіберілу арқылы, ол бізде қан айналым жүйесі. Қан айналым жүйесі екі түр болады. Үлкен қан айналым жүйесі және де кіші қан айналым жүйесі. Үлкен қан айналым жүйесі бізде сол жақ қарыншадан басталады. Сол жақ қарыншадан оттегі қаныққан қан шығады. Жүрек жиырылады насос ретінде. Сол кезде сол жақ қарыншадан оттегі қаныққан қан үлкен қан тамыр аортаға айдалады. Одан ары қарай керекті тіндерге, яғни жасушаларға жеткізіліп, оттегі қаныққан қан сол жерден өздеріне керекті көмірқышқыл газын алады. Сөйтіп ол вена қанына айналып, вена қан тамыры арқылы оң жақ жүрекшеге келеді. Оң жақ жүрекшеден оң жақ қарыншаға өтеді, көмірқышқыл газына қаныққан қан. Сөйтіп ол өкпе артериясы арқылы өкпеге барады. Өкпе артериясының ішінде қараңыздар, көмірқышқыл газына қаныққан қан. Біз айттық қой, артерия дегеніміз жүректен қанды алып шығатын қан тамыр. Сондықтан бұл өкпе артериясы деп аталады. Өкпе артериясы арқылы көмірқышқыл газына қаныққан қан өкпеге барады. Сол жерден оттегін алып, өкпе венасы арқылы сол жақ жүрекшеге келеді. Бұл бізде өкпе венасы, бұның ішіне оттегі қаныққан қан болады. Біз айттық, вена дегеніміз қанды жүрекке алып келетін қан тамыр. Яғни өкпе венасының ішінде оттегі қаныққан қан болады. Сөйтіп олар сол жақ жүрекшеге келеді. Сол жақ жүрекшеден сол жақ қарыншаға келеді. Ал сол жақ қарыншаға келген қан қайтадан үлкен қан айналым шеңберімен аорта арқылы керекті тіндерге кетіп отыратын болады. Бұл бізде жалпы қан айналым жүйесі. Түсінікті болып деген үміттемін. Сұрақтарыңыз болса комментарийға міндетті түрде жаза кетіңіздер.